Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің есімім Әйгерім Батырхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қалай табысты болу керек екенін, жалпы қалай табысқа қол жеткізуге болатынын айтып беремін. Мен өзім психолог маманы емеспін, кеңесші де емеспін, жай ғана өзімнің жеке тәжірибеммен, жеке күнделікті істейтін істеріммен бөлісемін. Мен ең алдымен жаңағы таңертең тұрған кезде міндетті түрде жалпы әр адам бір табысқа жету үшін немесе белгілі бір істі істеу үшін ол әр күнін бағалай білу керек. Әр күнін бағалай, әр күнін, әр сағатын, әр минутын бағалай білу керек. Сол кезде ол жаңағы түрлі табыстарға қол жеткізе алады. Сондықтан да табысқа жетуді бірінші күннен бастау керек. Таңнан тұрасыздар, сол кезде міндетті түрде жаттығу жасау керек, 15 минут. Мысалы, біреулер йогамен айналысады, біреулер жаңағы фитнеспен айналысады. Соларды міндетті түрде 15 минутыңызды таңнан жаттығуға арнаңыз. Ол сіздің күні бойы сергек жүруіңізге және де күні бойы өзіңізді емін-еркін сезінуге, денеңіздің жаңағы ұйықтамай жүруіне септігін тигізеді. Себебі сіз санаңыз ояу болса да жаңағы денеңіз ұйықтап жүруі мүмкін. Сондықтан ондай болмас үшін міндетті түрде жаттығу жасаңыз. Екіншісі жаңағы таңнан бет күтіміне мән беру. Ол жаңағы 10-15 минут таңертең және 10-15 минут кешке міндетті түрде бет күтіміне мән беріңіз. Ол жаңағы бірінші тазартамыз тониктармен түрлі, одан кейін жаңағы скрабпен тазартуға болады, маскалар жағасыз, крем жағасыз, сыворотка жағасыз, соның бәрін, сол барлық жаңағы керекті қажетті нәрселердің бәрін өзіңізге сай кремдермен, жаңағы бетіңізге керекті сай кремдермен міндетті түрде тазартып, соның бәрі міндетті түрде орындап отырыңыз. Және ең бастысы жаңағы тағы да айта кететінім, бұл міндетті түрде 10-15 минут жаттығу жасаңыздар. Жаңа көзіңізге және дикцияңызға, аузыңызға. Көзіңізге ол жаңағы өзіңіздің көзіңізді бір қалыпта жақсы ұстауға септігін тигізеді денсаулыққа, ал ауызға ол жаңағы дикцияға түрлі жаттығулар дегеніміз ол жаңағы жаңылтпаштарды жаттасаңыздар болады, жаңылтпаштарды оқысаңыздар болады, немесе айнаның алдында тұрып кітапты немесе газет журналды оқуға болады дауыстап тұрып. Бұл сіздің көпшіліктің алдында сөз сөйлеген кезде, немесе көпшіліктің алдына шығып әңгіме айтқан кезде, немесе біреумен жаңа танысқан кезде, өзіңізді таныстырған кезде өте жақсы көмектеседі. Бұл жалпы жаңағы ораторский искусство деп жатамыз ғой, соның бірден бір істейтін жаңағы әрекеті осыдан басталады. Таңғы жаттығуларымызды бітірдік. Енді міндетті түрде күніне міндетті түрде бір емес 3 кітап оқып жүріңіздер. Ол жаңағы біріншісі психологиялық, философиялық кітаптары болсын. Екінші міндетті түрде жаңағы биографиялық кітаптарды оқыңыз. Өзіңіздің мамандығыңыз бойынша, өзіңіздің қалаған ісіңізде, мысалы, қол жеткізген бір маманның өмірбаяны жайында, немесе сол маманның жеткен жетістігі жайында жазылған кітаптар болады, автобиографиялық. Соларды оқыңыздар. Ал үшіншісі ол әдеби шығармалар. Ол енді өзіміздің ақын жазушыларымыз болуы мүмкін, немесе басқа шетелдікі болуы мүмкін. Оны міндетті түрде оқу керек. Ол жаңағы ойға, санаға бір фантазия береді, жаңа көңіл күй береді. Жалпы керемет. Сондықтан да күніне әрқайсына бір 20-10 минуттан бөліп отырсаңыздар, сөйтіп 3-4 айда 3 кітапты оқып бітіруге болады деп ойлаймын. Жалпы өз басым сөйтіп істеймін. Сондықтан да сіздерге де солай кеңес беремін. Табысты болу үшін бұл ең қажетті нәрсе. Одан кейін әр адамда міндетті түрде жаңағы хобби болу керек. Хобби дегеніміз ол ермек. Мейлі сіз үйде гүл өсіріңіз, мейлі сіз жаңағы тамақ пісіріңіз, түрлі дәмді тағамдарды, немесе торт пісіріңіз үйде, немесе жаңағы дизайнмен айналысыңыз, үй дизайны болсын, жаңағы сән дизайны болсын, немесе куклалар тігіңіз, не істесеңіз де, өзіңіздің жаңағы тоқыма тіксеңіз де, киім тіксеңіз де, тоқыма тоқысаңыз да, киім тіксеңіз де, өзіңіздің бір ермегіңіз болу керек. Ешкімге тән емес, жалпы сізге ғана тән бір ермек болу керек адамда. Сол ермекті
пен ермек, сол ермек арқылы сіз жалпы өзіңіздің мүмкіншілігіңізді бағалай білесіз. Өзіңіздің мүмкіншілігіңіздің неге қол жеткізе алатыныңызды бағалай білесіз. Сол арқылы тіптен жаңағы ермек өзіңіздің бизнесіңізге айналып кетуі мүмкін. Сондықтан табысқа жету үшін әр адамда хобби болу керек, ермек болу керек, тауға шығу керек. Жаңағы біреулер тауды ұнатады, біреулер жағажайда демалғанды ұнатады. Жалпы немесе жаңағы алтын күміс тастарды іздегенді, алтын күмісті немесе түрлі тастарды іздегенді ұнатады. Жалпы бұның бәрі ермек адамның сана сезімнің жаңағы жақсы көңіл күйде жүруіне септігін тигізеді. Ең бастысы бұл жерде тағы да айтайын дегенім, біліміңізді, мамандығыңызды әрдайым жетілдіріп отырыңыз. Түрлі курстарға, түрлі семинарларға, тренингтерге бару керек, міндетті түрде. Егер де мүмкіншілігіңіз болмай бара жатқан жағдайда кітаптар оқыңыз өзіңіздің мамандығыңыз бойынша. Ал егер де сіз үй шаруасындағы әйел болсаңыз да, сіз жаңағы түрлі торттар жасай үйреніңіз, немесе тамақты дәмдірек жасай үйреніңіз, немесе жаңағы бала тәрбиелеп отырсаңыз, видео мысалы, баланы қалай оқыту керек екенін, сол жайында түрлі кітаптарды ізденіп, соларды сатып алып, солармен жаңағы баланы жаңағы үйретіп, сол арқылы бәлкім сіз репетитор болып кетуіңіз де мүмкін. Ол адамның өзінің мүмкіншілігіне байланысты. Сол мүмкіншілігіңізді арттыра түсуге тырысыңыз. Әр адам өзінің жаңағы мамандығын, өзінің білімін, өзінің біліктілігін арттыруға тырысу керек. Ол міндетті түрде, әрине табысқа жету мүмкін емес, егер де сіз өзіңіздің біліктілігіңізді, мамандығыңызды, біліміңізді арттырмасаңыз. Керек па екінші, үшінші мамандық бойынша білім алыңыз? Керек па магистратураға түсіңіз? Жалпы ол менің жеке өз басым айтатыным, ой, не керегі бар саған екінші мамандықтың, не керегі бар саған жалпы магистратура оқудың, егерде ғылым қумасаң деп айтқан адамдар мен келіспеймін. Жалпы өз басым оның бәрінен өтті. Сондықтан да сізге толығымен айта аламын. Өзім де солай ойладым, не керегі бар ол магистратураның, не керегі бар ол екінші, үшінші мамандықтың, оның бәрі жаңағы дұрыс емес, бәрібір қалады ол диплом деп ойладым, бірақ жоқ, оның бәрі сізге көмегін тигізеді. Сондықтан да оқыңыз, ізденіңіз, біліміңізді жетілдіріңіз. Мен айтып отырғаным, біліміңізді жетілдіріңіз. Жай ғана жаңағы қағаз алу емес, ол білімді жетілдіру. Және ең бастысы ол адам табысқа жету үшін тек қана жаңағы іс-қимылда, өмірі бір қимылда солай жүру міндетті емес. Ол өзіне өзі жаңағы демала да білу керек. Медитация жасау керек. Медитация жасай алмасаңыз, тіптен жаңағы не бар? Психолог мамандарды айтады, мысалы Дейл Карнеги былай айтқан, өзіңізді жаңағы жуылған нәски секілді сезініңіз дейді. Нәски қалай тұрады? Салбырап тұрады ғой жуылған кезде. Сол секілді өзіңіздің денеңізді де солай толығымен салбыратыңыз. Өзіңізді бір жаңағы йогада мысалы былай айтады, поза мертвеца дейді. Сол поза мертвеца секілді жаңағы өзіңізді, жаңағы бүкіл денеңізді, көзіңізді, аузыңызды, құрылысыңызды, қолыңызды, саусақтарыңызды, аяғыңызды бәрін жаңағы демалдыруға тырысыңыз. Демалу керек. Ағзаңыз аптасына 1-2 рет немесе күніне 1 рет жасап тұрсаңыз да артық болмайды. Көбінесе 1-2 минут бүкіл ағзаңызды, дене бітіміңізді демалдыру керексіз. Ол өте керек нәрсе. Міндетті түрде демалдырыңыздар. Және де ең бастысы өзіңмен өзің сөйлесу керексің. Өзіңе өзің есеп беру керексің. Өзіңнің жаңағы ішкі жан дүниеңмен, ішкі түйсігіңмен сөйлесу керексің. Қайда бара жатырмын? Не істедім осы уақытқа дейін? Енді мен қазір не істеп жатырмын? Қай жерде тұрмын дегендей міндетті түрде өзіңе есеп беру керексің. Аптасына 1 рет немесе кем дегенде айына 1 рет өзіңе есеп беріп отыру керексің. Қандай қателіктерді жібердім осы аптада, мысалы
оны қалай істеуге болар еді, енді болашақта оны істемеу үшін не істеу керек деген секілді өзіңізге міндетті түрде есеп беріп отырыңыз. Өзіңізбен өзіңіз сөйлесіп отырыңыз. Әрине психолог маманға барып бүкіл жаңағы өзіңіздің негативіңді шығарып тастағың келеді, бірақ көп адамның жаңағы мүмкіншілігі жағдайы болмай жатады. Ондай жағдайда сіз өзіңізге өзіңіз психологсыз. Жалпы адам баласы өзін өзі жеңбей ешкімді жеңе алмайды. Жалпы адам баласы өзін қолға алмай, басқа ештеңені қолға ала алмайды. Сондықтан да бірінші кезекте өзіңізден бастаңыз. Ол үшін өзіңізбен өзіңіз сөйлесіңіз. Өзіңізбен өзіңіз сөйлесіп, өзіңізге өзіңіз есеп беріңіз. Сол кезде болашақтағы талай мәселелердің, талай проблемалардың алдын аласыз. Бұл нәрсеге мен өзім көзім жетті талай рет. Сондықтан да мен сіздерге толығымен осыны кеңес бере аламын. Ал 10-шы жалпы табысты болу үшін ол жоспар құру. Міндетті түрде жоспар құрыңыздар. Мысалы, менің өз басымда бір емес 3 дәптерім бар. Мысалы, мынау күнделікті жазатын нәрсе, мынау жаңағы шығыстарды жазатын, қаржылай шығыстарды жазатын нәрсе, қай жаққа қанша ақша кету керек, не істеу керек ол ақшаға деген секілді мәліметтерді жазатын. Ал мынау жаңағы өзімнің арманым, мақсатым, міндетім. Бұны тіпті мен кей кезде күнде толтырамын, күнде жазып отырамын. Мысалы, міне өзімнің қалаған арманымды, мақсатымды, міндетімді, немесе не істеу керекпін, соны күнде түртіп отыруға тырысамын. Бір жаңағы 3-4 нәрсе жазсам да, мысалы, 1-5-10 минут уақытым кетуі мүмкін күніне. Бірақ міндетті түрде осыны жазып отыруға тырысамын. Жалпы 100 жоспарымды да осыған жаздым. Адам баласында 100 жоспардан басқа, жаңағы бір жылға жазған 100 жоспарынан басқа, адам баласында 5-10 жылға деген жоспар болу керек, осы 1 жылға деген жоспар болу керек, алдағы 2 жылға деген жоспар болу керек, және күнделікті істеу керек, не істеу керек, соған арналған жоспар болу керек. Сол кезде сол жоспарларды сіз жазып отырып, жаңағы өзіңізді айтады ғой, бізде жаңағы космосқа ойымызды жібереміз деп. Сондықтан да жақсы сөйлеу керек, жақсы сөз жарымыр істеп жатамыз, жақсы ойлау керек, жақсы сөйлеу керек деп жатамыз. Сол секілді жаңағы сіз күнде жоспарыңызды жазу арқылы, міндетті түрде мен оны қолмен жазамын. Компьютермен жазуға бұрын жазатынмын, бірақ қазір қолмен жазуды әдетке айналдырдым. Себебі қолмен жазған ол әлдеқайда жақсы, ол әлдеқайда жүректен шығады. Жаңа қолмен жазасыз, сол арқылы сіз оны міндетті түрде күнде өзіңіздің есіңізге салып отырасыз, және ойыңыздың жаңағы космосқа жетіп орындалуына бірден-бір септігін тигізесіз. Міне, бұл менің жаңағы 10 қағидам, табысты болу үшін, табысқа қол жеткізу үшін күнделікті істейтін 10 қағидам. Әрине, еріншектік те болады, бірақ ерінбей осының бәрін істеуге тырысамын. Істеп жүргеніме де бірнеше жылдар болып қалды. Жалпы, бұл менің өзімнің жеке тәжірибем. Бұл менің жеке 10 қағидам табысқа жету үшін. Біреулеріңізге бірде болмаса, бір-екі ұнаса, сол бір-екі түртіп жазсаңыздар, бұл мен үшін өте жақсы қуаныш болушы еді. Сондықтан да сіздерге пайдасы тиді деген ойдамын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.